Жетісу облысы полиция департаментінде ұрпақтар сабақтастығы өткенді, бүгінді және болашақты байланыстыратын дәнекер ұранымен жұмыс кездесуі өтті. Департамент бастығының орынбасары Мадияр Омаровтың төрағалығымен ұйымдастырылған дөңгелек үстелде ардагерлер кеңесінің төрағасы Саржан Ержуманов пен облыс орталығындағы кадет сыныптарының жетекшілері қатысты. Күн тәртібінде кадет сынып оқушыларының толық киім нысанымен қамтамасыз етуі, олардың болашақта жоғары білім алуы, сонымен қатар оқудан тыс кезде уақыттарын пайдамен өткізу мәселелері қарастырылды. Сонымен қатар төраға тиісті қызметтерге жаңа оқу жылында жаңа кадет сыныптарын құру бойынша жергілікті атқарушы органдармен қажетті келіссөздер жүргізуді тапсырды. Бұл кездесу біріншіден танысу кездесу болып табылады. Тәжірибе алмасу оқытудың бірден-бір жолы деп түсінемін. Осы бағытта жұмысты жақты болып атқарсақ, үлкен нәтижеге қол жеткізетінімізге анық сенемін. Біздің басты міндетіміз жасөспірімдерді елін сүйетін нағыз патриот ретінде отанға деген сүйіспеншілікте, кез келген құқық бұзушылықтың алдын алуға тәрбиелеу, рухани дамуға ықпал ету. Бірінші кезекте біз мемлекет басшысы мен ішкі істер министрінің, сонымен қатар департамент бастығының тапсырмаларын басшылыққа ала жұмыс атқарамыз. Жетісу облысында Қазақстанның нағыз азаматтарының өсуіне адал полиция болып қызмет етулері бірінші кезекте сіздерге байланысты. Біздің жас тәртіп сақшыларымыз сіздерден бастау алады. Біз өз кезегімізде бар күш-жігерімізді салып, жас тәртіп сақшыларымызға қолдау көрсетуге әрқашан дайынбыз. Бәріміз басымыз осы халық үшін қызмет етіп жатырмыз. Жаңа қайталап айтайын, жастар біздің болашағымыз. Осы жастар дұрыстап тәрбиелеп шығарсақ, Алла тағала да, ата-аналар да, халқымыз да риза болады. Сендерге көп рахмет.